Джин туралы 10 дерек. Ким Сок Джин 1992 жылы 4 желтоқсанда дүниеге келген. Кәсіби түрде Джин деген атпен белгілі оңтүстік кореялық әнші, ән жазушы және оңтүстік кореялық BTS балалар тобының мүшесі. Джин BTS пен 3 жеке трек шығарды. 2016 жылы Ояну, 2018 жылы Epiphany және 2020 жылы I. Олардың барлығы оңтүстік Кореяның Gaon Digital Chart'те орналасқан. 2019 жылы Джин өзінің алғашқы тәуелсіз әні Tonight сандық трекін шығарды. Ол 2022 жылдың қазан айында Астронавт синглының шығуымен жеке орындаушы ретінде өзінің ресми дебютін жасады. Ән айтудан басқа Джин 2016-2018 жылдар аралығында оңтүстік Кореяның бірнеше музыкалық бағдарламаларында жүргізуші ретінде көрінді. 2018 жылы корей тіліне қосқан үлесі үшін топтастарымен бірге оңтүстік Корея президенті 5-ші дәрежелі Хвагван мәдени еңбегі үшін орденімен марапатталды. Ким Сок Джин 1992 жылы 4 желтоқсанда оңтүстік Кореяның Кёнги провинциясының Аньян қаласында дүниеге келген. Оның отбасы анасы, әкесі және үлкен ағасынан тұрады. Ол Квансан Ким руынан. 2007 жылы ол ағылшын тілін үйрену үшін Австралияға оқу лагеріне барады. Джин бастапқыда журналист болғысы келді, бірақ Сандеок патшайымындағы Ким Нам Гелді көргеннен кейін актерлік өнерді жалғастыруды шешті. Кіші мектепте оқып жүргенде оны оңтүстік кореялық SM Entertainment K-pop агенттігі жолдан іздеді, бірақ сол кезде бұл ұсынысты қабылдамады. Бастапқыда актер болғысы келген Джин Конкук университетіне түсіп, 2017 жылдың 22 ақпанында кинотану мамандығы бойынша бітірді. Кейін ол музыкадан басқа салаларда оқуды жалғастыру үшін Ханьян Кибер университетінің аспирантурасына оқуға түсті. Екі мың 18 жылдан бастап Джин оңтүстік Кореяның Сеулдегі Ханнамдон қаласында тұрады. Сонымен қатар ол үлкен ағасымен бірге 2018 жылы Сеулде Осу Сейро Муши деп аталатын жапон стиліндегі мейрамхана ашты. 2022 жылдың 17 қазанында Big Hit ғарышкер фильмі шыққаннан кейін және сол айдың соңында оның кейінгі жарнамалық әрекеттері аяқталғаннан кейін Джин әскерге шақыру процесін бастап, міндетті әскери қызметін өтейтінін хабарлады. Әнші желтоқсанда әскери қызмет туралы заңға енгізілген түзетулерден кейін бұрын 2021 жылы 2022 жылдың соңына дейін автоматты түрде кейінгі қалдырылды. 2022 жылдың 4 қарашасында Джин өзінің әскерге шақырылуын жалғастыру үшін кейінге қалдыруды тоқтатуды сұрап, әскери жұмыс күшін әкімшілігіне MMA құжаттарды тапсырды. Ол 13 желтоқсанда солтүстік Кёнги провинциясындағы Йончон армиясының базасында әскери қызметші ретінде шақырылды. 2023 жылдың қаңтарында 5-ші атқыштар дивизиясындағы негізгі дайындықты аяқтағаннан кейін Джин сол дивизияның оқу нұсқаушысы көмекшісі болып тағайындалды. Ол 2024 жылы 12 маусымында ресми түрде босатылып, BTS-тің әскери міндеттерін орындаған алғашқы мүшесі болды. Екі мың 19 жылы Джин Галлап Корея аналитикалық компаниясы жинаған деректер бойынша оңтүстік Кореядағы 13-19 жас аралығындағы қыздар арасында жалпы 13-ші ең танымал айдол және 6-шы орынға ие болды. Бойы 180 сантиметр. Назарларыңызға рахмет.